Сәлеметсіздер ме? Мен Түгелбаева Дәметкен Ерболатовна, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданындағы номер 4 жалпы білім беретін мектептің педагог санатындағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беретін жас маманмын. Ұстаз болуды бала күнімнен армандадым. Анам мұғалім, соған қарап бой түзедім. Оның осы мамандыққа деген махаббаты менің де қызығушылығыма айналды. Өсе келе жан жүрегіммен осы ұстаздық жолды таңдадым. Осы жолда мені білім нәрімен сусындатқан Қазақстандағы үздік университеттердің бірі Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті. Қазіргі таңда сол алған білімді одан әрі шыңдау мақсатында Шахмардан Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инженерия университетінде магистратурада білім алудамын. Алғаш жұмысымды өзім оқыған ордада 2019 жылы бастадым. Бұл мектепке тарадай болып кіріп, таудай болып шыққан мен білімімді жинақтап қайта оралдым. 5 айдан кейін бала күтіміне байланысты демалысқа шықтым. Десе де, ел болам десең, бесігіңді түзе демекші, балаларымды ерте жастан бастап дамытумен айналыстым. Баланы жан-жақты дамытып, өзіме тәжірибе жинадым. Соның пайдасы қазір балаларым да жастарына қарамастан жетістікке жетіп жүр. Сонымен қоса, 2 жастан 5 жасқа дейінгі балаларға арнап, өзімнің дамытушы әдістемемді сатылымға шығарып, өзге балалардың да анасымен дамуына үлес қостым. Осы демалыста өзімде жан-жақты ізденіп, YouTube канал жүргізе бастадым. Ол каналда мұғалімдерге лайфхак, қысқа мерзімді жоспарларға идея, кітапқа шолу, қазақ тіліндегі сөздердің дұрыс қолданылуы деген сынды ақпараттар саламын. Бұл каналым жеке қызығушылығым болып ашылса, қазір де сұранысқа ие. Әртүрлі пікірлер мен талқылаулар менің де ізденуіме себепші. Ұстаздық жолдағы жетістіктерім: облыстық Әбіш оқулары байқауында оқушым 3-ші орын, облыстық театрдың ғажайып әлемі байқауында оқушыларым 3-ші орын, мектепшілік үздік жас маман 1-ші орын, аудандық жас мамандар тимбилдингінде 3-ші орын, мектепшілік тілшілер олимпиадасында 2-ші орынды иелендім. Өрлеу біліктілікті арттыру курсында сабақ алдым. Өзге де жарыстарға қатысып, жүлдегер атанып, университетте конференцияларда баяндама оқып, жинақтарда мақалам жарияланды. Осы жылы мектепке әкелген жобаларым жылдам оқу мен талқылайық оқырмандар клубы. Жылдам оқудың мақсаты оқушылардың зейінін бір арнаға шоғырландырып, есте сақтау қабілеттерін артып, оң мен сол жақ ми жарты шарларын бірдей жұмыс жасатып, жылдам оқып, жылдам ойлануға машықтандыру. Талқылайық оқырмандар клубының мақсаты оқушыларды кітап оқуға деген қызығушылықтарын ояту, ойын ашық айта алу және сөз саптау мәдениетін қалыптастыру. Әр талқылау сайын үздік оқырманымызға Нұрмахан Жантурин атындағы музыкалық драма театрына 2 билет жолдама беріп отырамыз. Бұл таным көкжиегін кеңейтеді, кітап оқуға мотивация болады, әрі отбасы мүшесімен қызық уақыт өткізеді. Қазіргі жаңартылған білім саласы жас мамандарға көптеген мүмкіндіктер есігін ашты. Соны пайдаланып, оқушылардың қызығушылығын, ынтасын арттыру мақсатында көптеген жаңа платформалармен сабақ өткен ұнайды. Ол әрі заманауи, әрі балаға қызық, оның таным көкжиегін кеңейтеді. Үй, неғып жатсың жастығыңды қолданбай, үй, неғып жатсың мандайтынды ойланбай, үй, жүргеніңде жайбарақат жайғалып, үй, кетіп жүрмесің ми қиға айналып, миың қиға айналып, миың қиға айналып. Мектептің дарынды балаларымен жұмыс жасайтын әдіскер ретінде мектептің оқушыларын әртүрлі жарыстарға қатыстырып, оларға қолдау білдірудемін. Пәнге деген қызығушылығын ашуда, бейіндік пәнін анықтауда, мектептің үздігін саралау барысында үздік математик, үздік биолог сайыстарын өткіздім. Үздік шыққан оқушыға өзінің кубогын табыстап, ынталандырып жүрмін. Алдағы уақытта өзге де пәндерден үздікті анықтау жоспарда бар. Көп уақыт болмаса да тәжірибем, еңбегімнің жемісі нәтижелі. Қыр-сырын осы қиын мамандықтың игеріп келемін мен күннен күнге. Әр баланы зерттеуде жеке дара, атқарып жүрмін түрлі іспен шара. Үнемі жүргіземін оқушылармен әртүрлі тақырыпта тәрбие шара. Сондықтан еңбек еткен үлкен күшпен, аянбай оқып ылғи ізденіспен, ізденгеннің мұратқа жетер анық, сайыстардан келермін мен жеңіспен. Үй, жүргеніңде жайбарақат жайғалып, үй, кетіп жүрмесің ми қиға айналып.